Ассалаумағалейкум ағайындар. Мына бүгін Ильясов Саят бауырымыздың үйіне қонаққа келдік. Мынау мақсатымыз, мынау мейрамханалардың шежіресі жазылып жатыр. Соған мейрамнан шыққан, қаңылдан шыққан спортшыларды, бауырларымызды, інілерімізді көрсету мақсатында мынау Саят бауырымыздың үйіне келіп отырмыз. Ассалаумағалейкум мейрамхана елі. Аты жөнім Ильясов Саят Саматұлы. Осы Өзбекстан елінде туылдым. Осы жақта өсіп өніп келе жатырмын қазірде. Өзім 2005 жыл туылғанмын. 2012 жылдан бастап мектепке аяқ бастым. Сол жақта 7 сынып дейін оқып, 2018 жыл спорт мектебіне бардым. Өзімнің әкем Ильясов Самат, өзімнің әкем тренерім, жеке бапкерім. Үлкен спортқа да 2018 жылы қадам бастым. Сол жақта спорт мектебіне барып, 2022 жылы жасөспірімдер арасында, жастар арасында өттім. Өзбекстан чемпионы атандым. Сол жақтан Азия чемпионатына қатыстым. Азия чемпионатында жүлделі 2-ші орынмен аяқтадым. 2022 жылы жасөспірімдер арасында, жастар арасында өттім. Солайша Өзбекстан чемпионы атандым. Ары қарай Азия чемпионатына қатыстым. Азия чемпионатында жүлделі 2-ші орынмен аяқтадым. Ары қарай еңбектеніп СНГ ойындарына қатыстым. СНГ ойындары Россия Федерациясында, Россия мемлекетінде болды. Ол жақта чемпион атанып келдім. Ересектер арасында 1-ші жылдың өзінде Өзбекстан чемпионатына қатыстым. Өзбекстан чемпионатында 3-ші орынмен аяқтадым. Азия чемпионатына да қатыстым. Ересектер арасында 3-ші орынмен аяқтадым. Бірнеше рет дүркін халықаралық турнирлер чемпионы атандым. Соның бір дәлелі осы жақында ғана Ақтау облысында, Қазақстан Республикасы Ақтау облысында өткен халықаралық турнир, Маңғыстау облысында өткен осы турнирда чемпион атандым. Және де лучший боксерді алдым сол жақта. Сонымен спортымды дамытып, ары қарай еңбектеніп келе жатырмын. Әрбір спортшының, әрбір бапкердің өзінің бір арман, ой, мақсат, ниеті болады. Соған жараса өзімнің әкемнің, өзімнің туыстарымның бір ниеттерінің бірі чемпион Олимпиада, әлем чемпионы, Азия чемпионы болсам деп ниет етіп жүрмін. Құдай қаласа сол жолда келе жатырмын. Аз қалды соғанда бұйырса осы Қаңлы елінен бір чемпион шығып, өзімді дәлелдеп, қай елденсің, қай рудансың десе, ұялмайтындай, бір мақтанышпен айтатындай бір тұлға болып жетісуді Құдай қаласа сол жолдамыз.